Ассалаумағалейкум ағайындар, бау-бақша сүйер қауым. Бүгінгі видеомыз жеміс ағаштарын суғару жайлы болады. Енді бәріңізге белгілі, күн ысып келе жатыр. Әлі бұдан да қатты ысылар болады. Енді осындай қатты ыссы кездері жеміс ағаштары ылғалдықты суды өте көп мөлшерде талап етеді. Енді қатты ысыларда жеміс ағаштарының астында ылғал су болмаса, оның дамуына, өсуіне өте үлкен кедергі болады. Себебі ол ылғал су болмағасын астында қанша күш болса да ол күшті ала алмайды. Енді біздің өңірлерде, Маңғыстау өңірінде күн қатты ыссы болады. Сосын осындай жеміс ағаштарын суғарасыңыз. Жаңағыдай суғарғаннан кейін 2 сағаттан кейін қарасаңыз, сразу кеуіп кетіп, суғарылмаған сияқты болып тұрады. Енді оған суды жеткізіп беру де үлкен мәселе. Енді сондай кездері суғарылған жаңа ылғалдығымызды сақтап қалуға әрекет етуіміз керек. Енді сол ылғалдықты сақтап қалуға мен бір әдіс көрсетейін деп жатырмын. Енді біреулер астына жаңағыдай шөптерді жайып қояды, опилкілерді жайып қояды. Енді олар енді жаңағыдай қылып кеуіп кетіп, желмен ұшып кетеді. Енді мен сіздерге өзімнің жасап жүрген, жылда жеміс ағаштарыма жасап жүрген әдісімді көрсетемін. Енді оны мынандай астына көлеңкелеп кеткен жеміс ағаштарына жасамасаңыз да болады. Енді осындай астына қатты тікей күн түсетін ағаштарға істесеңіз болады. Шетіндегі мынандай болып үлкейіп кеткен, өзі астына көлеңкелеп кеткен болса, оны оған жасамасаңыз да болады. Осына шеттегі күн тіке түсетін ағаштарыңызға істесеңіз болады. Енді мына осы 2 жеміс ағашты мысал ретінде көрсетейін деп жатырмын. Екеуі де бірге суғарылған. Мынаған жасап қойыппын. Мінекей ылғалдықты мінекей астында көргеніңіздей сақтап тұрыпты. Жақсы сақтап тұрыпты. Енді мынаған ештеңе жасалмаған. Енді бұл кеуіп кеткен. Енді осыған ылғалдықты сақтап қалуға өзімнің жылда істеп жүрген әдісімді көрсетейін. Мынау енді кәдімгі картон қағаз, кәдімгі. Осы картон қағаз осының размеріне келеді. Егер кішкентай картон қағаз болса, екі жағынан кигізсеңіз де болады. Енді мынау үлкендеу картон қағаз. Мынаның астының несіне келеді. Жауып, бәрін жауады. Осындай өлшеп, мынандай осындай дәл ортасынан осындай қылып кесіп, мына ортасына келген жерін мына жеміс ағаштың размеріндегідей қылып, мынандай қылып домалатып кескенмін. Мінекей достар. Мінекей достар, осылай астына жасап қоясыңыз. Мынау түбінің бәрін, астының бәрін жауып тұрыпты. Ұшып кетпеу үшін мынандай 1-2 жерден тас басып қойсаңыз болады. Жаңағыдай болып, бұл да суғарғаннан кейін астындағы ылғалын өте жақсы сақтап тұрады. Жасап көріңіздер. Егер жаңағыдай тыңайтқыш, витаминдер құятын болсаңыз, үстінен құя бересіңіз. Әр жерден тесіп қойсаңыз, ары қарай өтеді, болмаса өзі де ар жағына сіңіп өтіп кетеді. Енді жаңағыдай қоюлау, қоймалжыңын салатын болсаңыз, мынаны алып, жаңағыдай қылып, астына салып, аударып, қайттан бетіне жауып қоя берсеңіз болады. Мына ылғалдықты өте жақсы сақтайды. Бұл мына суғарғаннан кейін ылғалменен мынау ары қарай жабысып, кәдімгідей әдемі болып, ашып қараған кезде байқайсың, жаңағыдай ылғалдықты жақсы сақтап тұрады. Келесі суғарам дегенше өте ылғалдықты сақтауға өте жақсы көмегі тиеді. Осыны жылда өзім қолданып келемін. Осындай қатты ысығаннан кейін істеймін. Осындайларды жасап шығамын жеміс ағаштарым астына. Осылай достар. Жаңағыдай суғарғаннан кейін ылғалдықты сақтап қалуға бұның да аз да болса көмегі тиеді достар. Видео ұнаса лайк баса кетіңіздер достар. Аман сау болыңыздар.